Трансформация форумы қарсаңында Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы компаниялар тобында еңбек ететін 100-ге тарта жас маман Астанада бас қосты. Әр компаниядан іріктеліп шақырылған ең белсенді, бастамашыл әрі көшбасшы жастар қиындықтарды бірлесе жеңіп, ортақ табыстың қуанышын бөлісуді үйренді. Бастысы өзгеріске деген өз құлшыныстарын танытып, замандастарының ұмтылыстарын көзбен көрді. Сегодня, поработав в группе, я... Топпен жұмыс істегенде замандастарымның өз компанияларында қандай өзгеріс жасағысы келетінін көрдім. Олар өздері жұмыс істейтін компанияның келешегіне қатысты шешім қабылдауға қатысқысы келеді. Бір топта болған қатысушылардың әрқайсысы соннан ұжымды ерте алатын көшбасшылар екенін көрдім. Белсенді жастар қордың даму стратегиясында көрсетілген құндылықтарды жоғары бағалайды. Жастар форумына қатысушылар трансформация бағдарламасы аясында қалай өзгереміз? Өзге әріптестерді ауқымды бағдарламаға жұмылдыру амалы қандай? Трансформация барысында тап болатын түйткілді тұстар мен оны еңсеру жолдарын бірлесіп табуға тырысты. До участия в форуме были моменты, которые... Осы форумға қатыспай тұрғанда маған трансформацияның түсініксіз тұстары көп болатын. Енді ұғынғаным трансформация шығындарды азайтады, бизнес процестерді оңтайландырады. Жастар форумының екінші күні қатысушылар ерекше флешмоб өткізді. Сөйтіп өздері өзгеріске даяр екендерін танытты. Сосын елорданың Ғашықтар саябағына көшет отырғызды. Олар трансформация бағдарламасы да осы көшеттердей тез тамыр жайып, жапырағы жайқалып, жемісті боларына сенімді.